Бәріне сәлем. Бүгін біз сіздермен ұстазға қажет креативті құралдар сабағын бастаймыз. Әдетте білікті ұстаздар авторлық бағдарламалар, кітаптар, нұсқаулықтар, немесе чек-листтер, журналдар, электронды кітаптар жасаумен айналысады. Егер сіз осы видеоны қарап отырған болсаңыз, онда сізді де білікті ұстаз қатарына жатқызамыз, және сізде жоғарыда аталған өнімдер бар деп ескереміз. Егер олардың ешбірі жоқ болған жағдайда, онда алдағы уақытта сізде міндетті түрде өзіңіздің авторлық еңбегіңізді жасайсыз деген ойдамыз. Енді ондай дүниелерді жасау әрине бір бөлек, ал оларды әрлеу, яғни өнімді әдемі етіп көрсету, ол басқа әңгіме. Сондықтан біз өзіміздің тәжірибемізден сіздерге осындай креативті құралдарды қолдану арқылы өз өніміңізді әдемі етіп көрсету жолдарын үйретеміз. Мысалы, осы курсты таныстырғанда біз мына қорапшаны, яғни 3D қорапшаны көрсеткен болатынбыз. Бұл біздің осы курсымыздың презентациясы деп айтсақ болады. Осыған қарап адамдар курсқа қызығушылық танытады. Бәлкім сізге де осы сурет ұнаған болар. Немесе жақында өз Instagram парақшамызда біз тағы бір өнімді жариялаған болатынбыз. Ол ұстазға пайдалы 30 педагогикалық кітап деп аталады. Бірақ оның форматы чек-лист форматында болатын. Енді чек-лист дегенді білмейтіндер болса, айта кетейік, чек-лист дегеніміз ол қандай да бір істің немесе қандай да бір істер жиынтығының тізімі. Яғни біз көрсеткен 30 педагогикалық кітап ол ұстазға оқып көруге кеңес берілген бір іс еді. Яғни оқуға арналған, оқу деген ол арнайы бір жұмыс еді. Сіз оларды кезекпен оқып шығу үшін сіз тізімге қарап өзіңіздің оқыған кітаптарыңызды бақылап отыратын едіңіз. Біз бүгін осы видеода осы суретте көрсетілген модельдерді нөлден бастап дайын өнімге дейін жасап шығуды көрсетеміз. Бұл сабақ әрине бірнеше бөлімге бөлінеді, ал осы сабақта біз Canva деп аталатын онлайн сервиспен біз сіздің жұмысыңызды, сіздің қандай да бір еңбегіңіздің мұқабасын жасауды үйреніп шығамыз. Ол үшін сіз өзіңіздің кез келген браузеріңізде canva.com сайтына кіресіз. Және де сізге осы бет ашылады. Осы бет ашылған кезде сіз сервиске кіру үшін ең бірінші тіркелу қажетсіз. Ол үшін сіз мұнда зарегистрироваться батырмасын басасыз. Ал егер де сіз бұл сервиспен бұған дейін жұмыс жасап жүрген болсаңыз, онда сіз IT батырмасын басып бірден сервиске кіресіз. Енді зарегистрироваться батырмасын бассаңыз, сізге екі жол ұсынады. Біріншісі Google сервис арқылы, екіншісі Facebook желісі арқылы тіркелу. Егер сіз бұл екі өнімді бұған дейін қолданбаған болсаңыз, онда зарегистрироваться батырмасын басу арқылы, және де қандай да бір өзіңіз жайлы ақпаратты беру арқылы, олар аты жөніңіз, электронды адресіңіз және құпия сөзіңіз енгізу арқылы сіз сервиске тіркеле аласыз. Бірақ мен қазір ойлаймын, барлық адамдар Facebook'ты қолданады, сондықтан Facebook арқылы тіркеле салу ең оңай жолы. Ал біз бұл сервиспен бұған дейін жұмыс жасап жүргендіктен бізде өзіміздің аккаунтымыз бар, сондықтан біз IT батырмасын басу арқылы сервиске кіреміз. Сервиске кіргеннен кейін сізге осы бет ашылады. Егер де сізге ағылшын тілінде қолдану қиындық тудыратын болса, онда сіз тілді ауыстыра аласыз. Ол үшін сіз мұндағы өзіңіздің профиліңіздің үстіне басасыз. Ең бірінші тұрған батырма, яғни Account Setting, осы бөлімге басасыз. Сол кезде астына қарай түсе берсеңіз, мұнда Language, яғни тілді ауыстыру бөлімі бар. Осы жерге басып, өзіңізге қажетті тілді таңдасаңыз болады. Яғни орыс тілін таңдасаңыз болады. Тіпті бұл сервисте қазақ тілі де бар. Қазақ тілінде де аккаунтты қолдануға болады. Енді қазақ тілінде өздеріңіз білесіздер, кейбір сөздер бәлкім дұрыс аударылмаған себепті түсініксіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан өзіңізге ыңғайлы кез келген тілді таңдап, сол тілде жүргізе берсеңіз болады. Біз ағылшын тілінде қолданып үйреніп қалғаннан кейін осы тілде ыңғайлы болады. Біз қазір ең бірінші не істейміз?
Егер де сіз осы home бөліміне барсаңыз, сізге ең бірінші create a design деген бөлім бар. Және тура осы бөлім мұнда батырма ретінде де тұр. Екеуін қолдансаңыз да болады. Егер де мұнда бассаңыз, сізге тізім ретінде береді. Бұл тезірек өзіңізге қажет бөлімді табуға мүмкіндік береді. Бірақ мұндағы кейбір өнімдер сізге түсініксіз болса, онда сіз сервистің өзі ұсынған екінші бағытын, яғни оң жақтағы бағытын қолдансаңыз болады. Ол жерде суреттермен көрсетіліп қойған. Егер мысалы кейбір бөлімді түсінбесеңіз, мысалы постер деген не, логотип, немесе stories, видео, presentation, яғни flyer деген не, карта, осының барлығы мұнда суретпен көрсетіп қойған. Шамамен 100-ге жуық осындай өнімді жасауға болады. Ал енді біз өзіміздің тақырып бойынша біз кітаптың немесе авторлық бағдарламалардың немесе онлайн курстардың мұқабасын жасауға бет алдық, сондықтан біз сол бөлімді бірден таңдайық. Ол үшін біз постер деген бөлімді таңдасақ болады. Және де ол бөлімді таңдаған кезде сізге мұнда бірнеше шаблондарды береді. Яғни сіз осы шаблондарды тегін қолдана аласыз. Енді біз тура суреттегідей өнімді шығару үшін біз бұл шаблондарды қолданбаймыз, біз жаңадан өзіміз нөлден бастап жасаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге текст керек, яғни біз өзіміздің курсымыздың атын жасауымыз керек. Текст бөліміне басасыз, және сізге мұнда бірнеше тексттің нұсқаларын ұсынады. Әрине кез келген біреуін таңдасаңыз болады, ол дайын сізге дизайнмен көрсетіліп қойған. Және де сіз тексттің өзін нөлден бастай аласыз. Ол үшін add a heading, қазақша немесе орысшасында қалай болатынын білмеймін, бірақ осы бөлімді таңдайсыз. Яғни бұл сіздің курсыңыздың атауы болады. Енді кішкене мұнда жақындатайық, 75-ке қойық. И осы жерге курстың атауы. Бізде курстың атауы ұстазға пайдалы 20+ креативті құрал. Ол біздің курсымыздың атауы. Енді мына жерде шрифттің атын өзгертуіміз керек. Ол үшін біз мына жердегі шрифттің бөліміне барамыз. Және де бұл шрифттің аты ол Oswald деген түрі. Біз сол түрін таңдаймыз. Сол кезде біздің шрифтіміздің түрі өзгереді. Жақсы. Енді бұл біздегі бірінші текст. Екінші текстке біз мұнда ұйымның атауы, яғни клубтың атауы бізде би ұстаз. Және би ұстаздың астында бізде қосымша тағы да атауы бар. Оны кішкентай әріппен жасаймыз. Ол жерде шеберлік деген сөз бар. Енді ол жердегі дизайнды тағы да өзгертеміз. Бізде шатаспасам, ол мына шрифт болатын. Енді тағы да не керек бізге? Тағы да қажет сөз, ол бізде онлайн курс деп аталады, және қос нүкте. Біз оны да алып қажетті шрифтке ауыстырамыз. Болды, бізге қажетті шрифттердің барлығы бар. Енді біз оларды қажетті орындарға орналастырайық. Ол үшін алып би ұстазды бір бұрышына және оның көлемін кішкене үлкейтеміз. Екінші онлайн курс шамамен осы жерде тұр. Ал ұстазға пайдалы 20+ креативті құрал ол шамамен ортасында тұр. Және оның шрифті үлкенірек, шамамен 60 немесе тіпті 80 болуы да мүмкін. Міне, бізде барлық қажет нәрселер бар. Енді келесі нәрсе ол суретте көрсетілгендей белгілер. Оны біз мұндағы Elements деген бөлімге барамыз. Elements деген бөлімнің ішінде сіз өзіңізге қажетті барлық PNG форматындағы элементтерді қолдана аласыз. Бізге қажетті элемент ол Shapes бөлімінде. Ол үшін біз See All, яғни барлығын көруді басамыз. Астына түсе беретін болсаңыз, міне бізге қажетті фигураны таңдаймыз. Ол бізде міне осы фигура таңдаймыз, және ол фигура біздің негізгі бетімізге түседі. Біз оны алып ортасына
жақындатып қоямыз, және де ол бізде байқасаңыздар оң бағытқа қарап тұр, то есть оны біз аламыз да былай аударамыз, 180 градусқа аударамыз. Енді бұл элементтің түсін өзгерту керек, және ол үшін сіз мұндағы белгіге бассаңыз түсін өзгертуге мүмкіндік бар. Біздегі түс ол күлгін түсте, ал тексттің түсі бізде ақ. Мына осылай болды. Тағы да бір бізге қажетті элемент ол біздегі мұндағы көрсетілген сурет. Және ол суретті біз қайтадан Elements бөлімінен таңдаймыз. Енді ондай элементтердің түрі өте көп, сіз өзіңізге ұнаған кез келген таңдасаңыз болады. Ал енді біздің нақты таңдаған белгіміз ол мына сурет болатын. Біз оны алып, мұнда қажетті орынға орналастырамыз. Енді келесі амал ол шрифтті қажетті деңгейде қою. Ол үшін біз шрифттарын үлкейтеміз, кішірейтетіндерін кішірейтеміз. Шрифтке байланысты тағы бір айта кететін нәрсе, бұл шрифттің, яғни әріптер арасындағы қашықтық және екі қатар арасындағы қашықтық. Осы нәрсені өзгерту үшін, мысалы мұнда қарасаңыз, бізде ұстазға деген сөз бен пайдалы деген сөздің арасы өте қашық болып тұр. Оны сіз мұндағы spacing бөліміне барсаңыз, line height деген бөлім бар. Осы бөлімді азайту арқылы сіз әріптерді, қатарларды бір-біріне жақындата аласыз. Сондай-ақ біз енді әріптердің түстерін өзгертуіміз керек. Ол үшін біз сол әріпке бір басып, мұндағы әріптің түсін өзгерте аламыз. Ол бізде мына бөлім. Немесе мұнда таңдап, сіз әріптің түсін өзіңіз қалауыңыз бойынша өзгерте аласыз. Мысалы, бізде осылай тұрған болу керек. Енді біздікі шамамен ұқсас келе жатыр. Мұндағы элементтің де сіз алып, түстерін өзгерте аласыз. Мысалы, мына жерде бізде басқа түс орнатылған болатын. Тағы бір қалып кеткен нәрсе, ол бізде ең астындағы хэштег, яғни ол жерге біз хэштегтің атын орнатып қояйық. Би ұстаз шеберлік деген хэштег. Енді шрифті анда басқа болуы мүмкін, нақты есімде жоқ, бірақ осы түрде орнатылады. Міне біздің шамамен мұқабамыз дайын болды. Енді біз осы бетті алып, жалпы беттің түсін өзгертейік. Ол үшін сіз беттің өзіне бір басасыз, және түс бөліміне бассаңыз, мұнда беттің түсінде өзгертуге болады. Ал бізде бұл жағдайда сары емес, кішкене аққа жақын, ашық сары болатын. Мына шамамен біздің мұқабамыз дайын болды. Осының барлығы дайын болған кезде сіз мұнда жүктеу батырмасын басасыз. Осы жерде сізге әртүрлі нұсқада жүктеуге мүмкіндік береді. Бізге қажетті формат ол PNG, яғни high quality image, яғни үлкен, өте сапалы форматта сапалы суретті жүктеуге мүмкіндік береді. Сол бөлімді басасыз және download, яғни жүктеу батырмасын басасыз. Сол кезде мұнда сізге жүктеледі. Осымен сіздің мұқабаңыздың алғашқы беті дайын болды. Егер сіз бұл сервисті қолданып жүрмеген болсаңыз, әрине мұндағы көрсетілгендердің барлығы сіз үшін өте қиын болып көрінуі мүмкін. Себебі әлі қол үйренбегендіктен, көз үйренбегендіктен кейбір батырмалардың қайда екенін табу немесе кейбір функциялардың не екенін түсіну қиын болары сөзсіз. Сондықтан сізге бірден нөлден бастағанша дайын шаблондарды қолданған абзалырақ болады. Ол үшін осындағы free белгісі бар кез келген шаблонды таңдаңыз. Әрине олардың саны өте көп. Егер де сізге мұндағы постерлер ұнамаған жағдайда, онда сіз home бөліміне қайтадан барып, мұндағы басқа да өнімдерді қолданып көрсеңіз болады. Мысалы, book cover, бұл бөлімде сіз
кез келген кітаптың мұқабасын жасауға мүмкіндік бар. Сол үшін сіз арнайы шаблондарды да қолдана аласыз. Сонымен осы жердегі кез келген шаблонды қолданып, өзіңіздің ең алғашқы мұқабаңызды жасап көріңіз. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.